Сіздермен құрметті балық белгілері ақпан айы 2025 жыл сіздерді не күтеді? Қарап көретін боламыз. Балықтарымыз, құрметті балық белгілері, сіздердің энергияңызды шақырып көретін боламыз. Сіздерді не күтеді? Ақпан айы 2025 жыл балықтарымыздағы әрекеттер, қозғалыстар, мінездер. Көңіл күй, кеңес, атмосфера барлығын қарап көретін боламыз. Балықтар энергияңызды шақырып көретін боламыз. Тәжірибелілік, тұрақтылық, салмақтылық, мінезіңізде сабырлық бар атмосферада. Өзіңіз сезіну өте күшті, белсенділік, қарбалас шаруа көбеюі мүмкін, қан басым көтерілуі мүмкін, байқаған жөн, именно ақпан айының ортасында. Бұлай да барлығы күшті, барлығы тегістеледі, тек қана шамадан тыс физикалық әрекеттер немесе шаруалар сізді шаршатуы мүмкін, қарбалас болып кетуі мүмкін, сондықтан да бір әрекеттер бар. Яғни барлығына өзіңіз жүруіңіз мүмкін, сол кезең кішкене сізді әсер етуі мүмкін. Бұл жерде именно ақпан айының ортасында өзіңіз сезіну, кейде бір энергияңыз жоғары, иммунитетіңіз мықты, салмақты, барлығы күшті, тіпті бір қаралуға да, бір мазалайды деп айтуға да келмейді, өте күшті сіздерде, ыңғайлы, жайлы, бірақ бұл жерде барлығы тепе-тең болатын көрініп жатыр. Қозғалыста, әрекеттерде барлығы жақсы, тіпті сыртқы әсердің өзі сізге бір жақсы, өзіңіз сезінуге күшті бір әсерін беретін сияқты. Барлығы оңды, барлығы жақсы, ешқандай бірақ бір денсаулық мәселелерін шешем, қаралам деген сияқты сұрақтар ақпанда орындамауыңыз мүмкін. Яғни аса қатты мазаламайды да, барлығы жақсы. Бұл жерде сондықтан осы әрекет бар. Барлығы күшті, салмақ жинайды, тастайды деген сұрақтарда аса қатты бір актуалды емес. Ондай бір аса қатты өзгерістер жоқ. Тіпті өзіңізге қарап, әйел кісілер әсіресе балықтарымыз әдемілігімен айналысулары мүмкін. Ақпан айының соңында уже барлығы күшті, өзіңіз жақсы жайлы сезіну, көңіл күй тұрақты, салмақты, өте күшті, сенімдісіз өзіңізге, энергия кезеңдері бар. Қандай да бір әрекеттер, салмақ жинауға немесе бір әрекеттер, қозғалыстар тастауға ма бір ақпан ортасында жасауыңыз мүмкін, кейбір қозғалыстар. Бірақ шаруалар көбеюі мүмкін, шаршауыңыз мүмкін шамадан тыс. Сол кезеңдерде көбірек тынығып демалуға кеңес береді, аса қатты өзіңізді қинамаңыз шаруалар. Сіздерге беретін кеңесі қазіргі сәтте балықтарымыз жабылып жатқанын көрініп жатыр, интроверттік қасиеттер, шамадан тыс қорқыныш немесе бір нәрседе мұқияттық бар сияқты. Соның салдарынан сізге кейде жаңалықтарды кіргізгенге кеңес береді. Әрине бір қателік жасаудан қорқып жатқан болсаңыз да, кейбір сұрақтарды өзіңізге жаңалықтарға ашылуға кеңес береді. Кейде консерваторлық әрекеттер, ескі ұғымдар бір жерде қалып қалуы мүмкін. Сізге жаңалықтарды қабылдап, жаңа бір принциптарды ауыстыруға кеңес беріп жатыр. Жаңалықтарды қарап көріңіз, тексеріп көріңіз. Мүмкін сіз бір кейбір әрекеттерде түсінбей жатқаныңыз, мүмкін сіз жаңалықты қабылдамай жатқаныңыздан болуы мүмкін деген сияқты. Бір жаңа әрекеттерде қабылдаңыз, жалпы попробуйте, өзіңізді байқап көріңіз, сынап көріңіз көп сұрақтарды, сонда барлығы жақсы болады деген сияқты. Бұлай да күшті сіздерге кейбір іштегі қорқынышты, іштегі сенімсізді аптысаңыздар, сіз қорқатын нәрсе болады деген ол заң емес, тек қана кейде жаңалықтарды мүмкін білмей жатқан болуыңыз мүмкін, бір ұсыныстарды, бір мүмкіндіктерді көрмей жатқан болуыңыз мүмкін, мысалға қорқыныштың салдарынан. Тағы да балықтарымызда жалпы өте күшті өзіңіз сезіну кезеңдері өте оңды, жалпы әйел кісілер денсаулықтарыңыз мәселеңіз жөндеп аламын десеңіз мүмкіндіктер бар. Ақпан айында сіздерде қаралуға, тіпті емделуге, ем-дом шараларын қолдануға деген сияқты, тіпті бала көтеруге де мүмкіндіктер бір айдың ішінде туындауы мүмкін деген сияқты, ол да бір жоқ ұғым емес, сонда да қарап көруге болады. Тағы да балықтарымызды жалпы ақпан айында сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, жұмыс кезең қандай болуы мүмкін? Өте күшті жұмыста
барлығы оңды, барлығы әділетті. Егер сізде әділетті жұмыс болса, әділетті, тіпті лауазымнан көтерілу мүмкіндіктері бар, жұмыстан шығам деген жандардың бұл жоспарлары. Жалпы қандай жоспар жасасаңыз, жұмыста ақпан айында жасауыңыз мүмкін, реттілік. Барлығын басқару, иелік ету, қадағалау өте оңды болады. Жұмыс кезеңі сіздер үшін өзгерістермен, тексерістермен барлығы жөнді болады. Жақсы әділетті болсаңыз, әділетті түрде тексерістерден оңай өтесіздер. Ешқандай проблема жоқ болса, проблема туындамайды. Бір қорқынышыңыз болса, жұмысыңызда қорықпасаңыздар да болады. Сіз барлығы заңды, әділетті болады. Егер жұмысыңызда ешқандай құйтырқы істер жасалынбаған болса, барлығы жақсы, уайымдамасаңыз да болады. Яғни бұл кезең сізге әсерін бермейді. Тағы да балықтарымызда жалпы жұмыстағы барлық мәселе қаржылы энергияңызды, күшіңіздің барлығын жұмысқа беретініңіз көрініп жатыр. Өте күшті өзгерістер енгізесіз. Егер жеке кәсіпкер болсаңыз, өте күшті жақсартасыз жұмысыңызда. Барлығын реттейсіз, шартты түрде барлығын. Тағы да бұл жерде балықтарымызда жалпы финанс ақша сұрақтарыңызға келетін болсақ, финанс ақша сұрақтарыңызда аса қатты өзгерістер жоқ, бірақ та үнемдеу бар, сонымен қатар ақша энергиясы бар, күшті әрекет қозғалыстар болса, финансыңызда өзгерістер болады. Бірақ нақты бір ақпан айында қарыздарын жабам, кредиттарын жабам, біреу қайтарады деген сияқты сұрақтар, түбегейлі толықтай бір өзгерістер енгізем деген сияқты сұрақтарда күтуге тура келеді. Сіздің энергияңызға, күшіңізге байланысты. Мәселеде оңды шешсеңіз, орынмен қорықпасаңыз, тәуекел болса, ешқандай проблема туындамайды. Қарыз алмайсыз, қарыз бермейсіз, аса қатты бір шығындар, жаратулар орын алмайтыны көрінеді. Өте қатты үнемдеп жатқаныңыз көрініп жатыр. Ақша туралы бір көп ойланатыныңыз бар. Тағы да балықтарымызда жалпы қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, сізде қарым-қатынаста барлығы күшті деп айтуға болады. Қарым-қатынас татуласу мүмкіндігі де жоғары, жұптар. Сізде аса қатты бір қарым-қатынасқа мән бермей жатқаныңыз көрініп жатыр. Өз ағыммен, тіршілік шаруаларымен кетіп жатыр. Әр жан өзінің орнын біледі. Сіздің жұмысыңыз ақша табу, әйеліңіздің жұмысы, немесе сіз әйел кісі болсаңыз, еріңіздің жұмысы ақша табу, сіздің жұмысыңыз үй тірлік шаруалары, барлығы ретті болады. Ешқандай проблема туындамайды. Бірге жақсы уақыт өткізу, эмоция, сезімдерді тепе-тең барлығы орнымен болады. Құштарлық та деген сияқты барлығы орынымен. Қарым-қатынас өте жайлы, өте күшті деп айтуға да болады. Ретті, ішкі мүшесі наразышылық, сұрақтар, ызалану, ашулану деген сияқты әрекеттер көрінбейді. Тағы да балықтарымызда татуласу мүмкіндігі де жоғары, жақсы сапаға өту, жақсы деңгейге өту мүмкіндігі де жоғары. Екі адам бір-бірін сөзсіз-ақ көзбен түсінеді деп айтуға да болады. Тағы да балықтарымыз жалпы сіздердегі жағдайларға келетін болсақ, бұл жерде кейбір сұрақтарда сізге жеңілдікпен шешім жасауға мән бергенге кеңес береді. Сенімді болыңыздар, өзіңіз жаңалықтарды қарап көріңіздер, жақсы болашақты ойлаңыздар. Кейде шытырман оқиғалар болуы мүмкін, кейде жақсы таныстықтар орын алуы мүмкін, кейде бір күшті бір сапарлар болуы мүмкін жұмыста. Өте бір жақсы кезеңдер бар, жағымды әсерлер, күшті таныстықтар орын алады, сіздің сенімділігіңізде ерекше сіз туралы пікірлер. Жалпы ақпан айы сіз үшін қызықты болады деп айтуға да болады, өте күшті бұл жерде. Тағы да көп сұрақтарда кейбір күшті бір балықтарымызда күшті бір өздеріңіздің жоспарларыңыз үшін, алға қойған мақсаттарыңыз үшін ұмтылыстар орын алады, және соның қадамдарымен бір қандай да бір армандар пайда болуы мүмкін сіздерде. Бір жоспар пайда болуы мүмкін, өзіңіздің бір мақсатыңызға ниеттер жетелейтін. Сол үшін сіздер ақырындап дайындала бастайсыздар, және соның бір амалдары бар. Бір ерекше өзгерістер, ерекше қалаулар пайда болады сіздерде. Сол үшін сіздер ақырындап жолдарын іздей бастайсыздар, дайындала бастайсыздар. Нақты бір соны орындайсыз деп айтуға болмайды, бірақ сол әрекеттер жаңа шабыт келеді өміріңізге деп айтуға да болады. Тағы да балықтарымызда жалпы ақпан айында сол бір өзіңіздегі мінездер, мүмкіндіктер, тіпті сіз өзгерістерді қабылдамасаңыз да, ол
өміріңізге баса көктеп кіретіні көрініп жатыр. Өзгерістер ол сіздің мінезіңізге, ерекшеңізге, кругозорды кең жасау үшін көзқарасыңызды бар әсерін салады. Сондықтан сіздерде өте күшті бір әрекеттер бар, мінезіңізде өзгерістер бар, жалпы ерекше бір сезіну іштегі өзіңізде ашылмаған қасиеттерді аша бастайсыздар, және бұл жерде мінез, жоспар, әрекеттің барлығы өзгеруі мүмкін. Тіпті сіз қаламасаңыз да, тіпті сіз әрекет жасамасаңыз да, тағдырдың өзі сізге сол бір әрекетті мүмкіндікті сыйлайды. Сондықтан осылай бір өзгерістерді күтіңіздер, барлығы күшті сіздерде, барлығы жақсы. Кейбір сұрақтарда осы әрекеттер мүмкін сіздегі іштегі бір өзіңізге сенімсіздік немесе бір қорқыныштар, салдар бір үлкен бір өзгеріске алып келуі мүмкін. Сіз тіпті қабылдамасаңыз да, сондықтан былайда сізде өте оңды деп айтуға болады, уайымдамасаңыздар да болады, өте күшті жаңалықтар, жаңа мүмкіндіктерді қаласаңыз, қаламасаңыз да қабылдауға тура келеді. Осының салдары үлкен бір мақсаттармен орын алады. Барлығы күшті өзгерістер, тіпті оңдалатын деп айтады ма, түстер, орындалатын түстер кіруі мүмкін сізге. Яғни сіз түстеріңізге, ойларыңызға мән беріп көріңіз, іштей бір қарасаңыз, көп сұрақтарда сізде бір ерекше қасиеттер байқайсыздар. Барлығы жақсы, сезімталдық жақсы болады. Алдын ала бір сұрақтарда өзіңізді тыңдап көріңіз. Бұл жерде көп сұрақтарға ішіңізде мүмкіндіктер бар. Барлығы күшті, сәттілік тілеймін. Сау болыңыз, лепілдеріңізді аямаңыздар, энергия алмасу ретінде.